Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай шарф тоқуды көрсететін боламын. Бұрында да осындай плантин шарф тоққан болатын, оны тек крючокпен тоққаным. Бұл менің каналымда бар. Енді сондай шарф спицпен тоқып көрсетемін. Осындай өте әдемі узор, екі жағынан да бірдей узор. Бұл шарфтың ұзындығы 1,80 см, ені 60 см. Жіп менде Ализе Baby шекерім. 100% акрил, 100 грамдық 320 метрліктен менде 3 моток жіп кеткен болатын. Алдымен спицке жібімізді тізіп аламыз. Петельдерімізді көріну үшін мен осындай шнуровый жіп алдым. Сіздерге көрініп тұру үшін. Мен 20 жіп, 20 петля тіземін. Осындай 20 петля тізіп алдым. Осындай шетін байлап қоям. Енді узорымызға кірсек, шеткісін шешіп алам. Екіншісін оң бағытта біреу тоқиын. Оң бағытта қалғанын ары қарай жіпті іліп алып, теріс бағытта тоқитын боламыз. Узор бізде жіпті іліп накид және теріс бағытта. Накид, теріс бағытта. Бізде узор осылай кетеді. Ең бастысы накидті ұмытып кетпесек, және теріс бағытта тоқитын боламыз. Накид, теріс бағытта жіпті іліп аламыз. Теріс бағытта жіпті былай ілмейміз. Міне, өзімізге қарай ілеміз. Накид, теріс бағытта. Накид, теріс бағытта. Теріс бағытта, накид, теріс бағытта. Соңғысын оң петля қылып тоқимыз. Шеткісі ол теріс бағытта. Енді шеткісін шығарып аламыз. Екіншісі бізде оң бағытта, екінші қатар. Және накид, мына банағы ілген накидпен узорнені петельді екеуін бірге теріс бағытта тоқимыз. Накид, екеуін бірге теріс бағытта. Екі жағы да бірдей тоқылады. Накид, екеуін бірдей теріс бағытта. Накид, екеуін бірдей теріс бағытта. Накид, екеуін бірдей. Петля және банағы алған накидіміз. Екеуін бірдей теріс бағытта. Накид. Шетіне келдім. Шеткісін бізде оң бағытта тоқимыз. Теріс бағытта. Шеткі бір петляны оң бағытта тоқимыз. Енді бізде үшінші қатар. Үшінші қатарда солай. Шеткісін оң бағытта. Шеткісі шығарып аламыз. Екінші петля бізде оң бағытта. Енді накид және екеуін бірдей теріс бағытта тоқимыз. Накид, екеуін бірдей теріс бағытта. Накид, екеуін бірдей теріс бағытта. Накид, екеуін бірдей теріс бағытта. Узор өте оңай. Бір қалыпты тоқи бересіздер.
узор, екеуін бірдей теріс бағытта, узор, екеуін бірдей теріс бағытта. Осылай узор шығады. Әдемі болып, как сеточник сияқты болып шығады.